Біз шатасып кеттік қой деймін. Енді мынаның жауабынан қарайтын болсақ, бізде қатарымыз жинақты болады, жинақсыз болады жаңағы шеткі нүктелерінде. Сол кезде жаңағы қатарымыз мынау жинақталу радиусынан шатасып кеттік қой деймін. Өте сложный не шығып кетті. N плюс 1 бөлінген n квадрат xn 5n. Бұның сол кезде біз таптық. Минус 5n жауабын қарасақ, плюс 5n. Біз 2 квадрат шықтық. Біз сол квадраттан шатасып кеттік қой деймін. Сондықтан да бұның сол кезде шеткі нүктелері кірмейді. Давайте тағы бір мысал келтірейік. Точно шатаспайтын шығармыз. Мына қатарды қарайық. N тең 1-ден шексіздікке дейін түсінікті болды деп ойлаймын сіздерге. N минус 1 x минус 5-тің n дәрежесі n көбейту 3-тің n дәрежесі. Сол кезде бізде жинақталу радиусы былай болады. X минус 5 кіші r. То есть бізге r тауымыз керек. R тау үшін бізге налар керек. n дегеніміз, ол наны санамайыз, ол бізде 1 бөлінген n көбейтілген 3-тің n дәрежесі. Ал n плюс 1 дегеніміз 1 бөлінген n плюс 1 көбейтілген 3n плюс 1. Бұл дегеніміз 1 бөлінген n плюс 1 көбейтілген 3-тің n дәрежесі көбейту 3. Енді табамыз, жинақталу радиусын табамыз, r-ді. Лимит n шексіздікке ұмтылғанда, ол бізде n бөлінген n плюс 1 тең. Лимит n шексіздікке ұмтылғанда, n дегеніміз мынау 1 бөлінген n 3n. Мынау керісінше көбейтіліп түседі. n плюс 1 көбейтілген 3n көбейтілген 3 бөлінген 1. Мынау қысқарады, мынау 3 алдына түседі. 3, сол кезде лимит n шексіздікке ұмтылғанда бізде мынандай n плюс 1 бөлінген n. Біз білеміз, коэффициенттері мынанікі 1-ге тең, сондықтан 3. Сол кезде бізде жинақталу радиусымыз мынау былай шықты. X минус 5 кіші 3-тен. Бұл дегеніміз модульдік теңсіздік бойынша минус 3, x минус 5 кіші 3. Бұда минус 5 екі жаққа жылжиды. Мына жерден 2, мына жерден 8. То есть енді бізге 2 мен 8 тексеру керек. X тең 2 дегенді қоямыз мына жерге қоямыз 2. Сол кезде n тең 1-ден шексіздікке дейін минус 1-дің n минус 1 дәрежесі. Мұнан 2-ні қойсақ, минус 3-тің n дәрежесі, n көбейтілген 3-тің n дәрежесі. Бұны біз былай жазып алуымызға болады. n тең 1-ден шексіздікке дейін минус 1-дің n дәрежесі минус 1 көбейтілген минус 1-дің n дәрежесі көбейтілген 3-тің n дәрежесі, n көбейтілген 3-тің n дәрежесі. Мынау мен мынау қысқарады. Мынау минус қосатын болсақ, бізде былай болады, мынандай қатар шығады. n тең 1-ден шексіздікке дейін минус 1-дің, мынау қосылады ғой, 2n минус 1 бөлінген n. Бұл таңбалар ауыспалы қатар. Егер 2n болса, ол жоқ болып кетеді. Ал біз бұл қатар біз Лейбниц бойынша жіктейміз. Лейбниц бойынша мынандай шарт. Бірінші, мынау n-ні қараймыз ғой, 1-ді қоятын болсақ 1 шығады, 2-ні қойсақ 2-ден 1. Таңбаға қарамайсыңдар, астындағы n-ге қарап отырсың, 3-ден 1 орындалып тұр. Екінші шарт, лимит n шексіздікке ұмтылғанда 1 бөлінген n тең 0. Бұл Лейбниц бойынша жинақты. Значит, бізде бұлай болды. Мынау 2-ден кіріп тұр. Бұлай болып тұр. Енді мына жағы белгісіз. Соны зерттеуіміз керек. Ол дегеніміз x тең 8-дегі нүктені қараймыз. 8-ді қоятын болсақ, мына қатарға n тең 1-ден шексіздікке дейін минус 1-дің n минус 1. 8-ді қойсақ, 3-тің n дәрежесі бөлінген n 3-тің n дәрежесі. Мынау мен мынау қысқарады. Бұлдан n тең 1-ден шексіздікке дейін минус 1-дің n минус 1 дәрежесі. Біз мына жер дұрыс. n дәрежесі. Сол кезде бұл да таңбасы теріс таңбамен шықты. Ол оң болмайды. Бізде неге бірдей шығып кетті? Қазір көрейік. 3-тің n дәрежесі, n минус 1.
мына жерде минус 1-тің 3 көбейту n дәрежесі. 3-тің n дәрежесі қосылып, минус 1-тің n дәрежесі. Біз мына жерде қате ауыз бердік. Мынаны былай жазамыз ғой. Минус 3-тің n дәрежесі деген, минус 3-тің n дәрежесі дегенде ол минус 1 көбейтілген 3 дұрыс, n дәрежесі деген минус 1-тің n дәрежесі көбейту 3-тің n дәрежесі. Осындай шығады. Бұнда да мынандай қатар таңбалар. Бұл да жинақты. Значит, мынау да кіреді. Сол кезде жинақталу облысы бізде 2 мен 8-дің арасы болады екен. Сондықтан да осылай есептерді сіздер шығарасыздар. Келесі осы видеомыз осымен бітеді. Сау болыңыз. Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз функционалдық және дәрежелік қатарлар. Функционалдық қатарлар дегеніміз бізде мынандай қатарлар. Енді біз алдында сандық қатарларды қарастырдық, таңбалар ауыспалы қатарларды қарастырдық. Енді функционалдық қатарлар, яғни әрбір мүшесі функция. Осыны функционалдық қатарлар деп атайды. Плюс ONX жалғастыра береміз. Плюс n тең 1-ден шексіздікке дейін. ONX дегеніміз бұл бізде функционалдық қатар. Енді осында бізде дәрежелік қатар деген бар. Дәрежелік қатар дегеніміз былай деп жазуға болады. n тең 0-ден шексіздікке дейін. AN x минус x0-дің n дәрежесі. Мынау бізде функционалдық қатар. Енді оны кейде былай деп жазуға болады, егерде x0 0-ге тең болған жағдайында AN x-тің n дәрежесі. Біз осы жағдайлардағы есептерді қарастырайық. Енді бізде мысалы сіздерде теңдеуді шешкенде оның шешімі болады x тең. Сендерде егер теңсіздік болса, қандай да бір аралық болады. Енді бізде жинақталу радиусы деген бар. Яғни жаңағы дәрежелік қатарлардың жинақталу радиусы Даламбер формуласы сияқты есептелінеді. Біз екеуін біреуін қолдануымызға болады. Енді нақты мысалдар керек. Ол не үшін керек? Жинақталу радиусы. Ол мысалы сіздер теңсіздік шешесіздер ғой, мысалы аралығы минус 3-тен 3-ке. Яғни жаңағы теңсіздігін сенің минус 3 пен 3-тің аралығында қанағаттандырады. Минус 3 пен 3 кірмейді. Сондай бізде жинақталу радиусы деген бар. Енді мысалы мына есепті қарайық. n тең 1-ден шексіздікке дейін 2-нің n дәрежесі көбейту x-тің n дәрежесі 3-тің n дәрежесі түбір асты n. Біз формула бойынша AN плюс 1 тауып аламыз. AN дегеніміз x-сіз өзі. Бізде мынандай түрі берілген. Есеп, өйткені мына жерде x0-іміз 0-ге тең. 2-нің n дәрежесі 3-тің n дәрежесі түбір асты n. Ал AN плюс 1-іміз, ол бізде 2-нің n плюс 1 дәрежесі 3-тің n плюс 1 дәрежесі түбір асты n плюс 1. Енді бұны бұлай ықшамдап жазуға болады. 2-нің n дәрежесі көбейту 2, 3-тің n дәрежесі көбейту 3, n плюс 1. Енді қараңыздар, мынандай нәрсе бар. Бізде Даламберде керісінше AN плюс 1 бөлінген AN еді. Бізде бұл керісінше жағдай тұр. Бірінші жинақталу радиусын тауып аламыз. Лимит n шексіздікке ұмтылғанда бірінші AN-ді бөлеміз AN плюс 1-ге. AN-ді бөлеміз AN плюс 1-ге. Енді модульді қарайды, как x-ті де алатын болсақ, модуль жағдайын қараушек. Біз мына жерде модулін қарамаймыз. Лимит n шексіздікке ұмтылғанда, AN дегеніміз 2n, 3-тің n дәрежесі түбір асты n, көбейту, керісінше ауысып түседі. 3-тің n дәрежесі көбейту 3, n плюс 1 бөлінген 2-нің n дәрежесі көбейтілген 2. Мына жерде 2-нің n дәрежесі 2-нің n дәрежесі кетеді, 3-тің n дәрежесі 3 кетеді. Сол кезде 3 бөлінген 2 лимит n шексіздікке ұмтылғанда n плюс 1 бөлінген n-нің 2-ден 1 дәрежесі. Общий жалпы түрге алып жүреміз. Ал бұны біз тамаш шек, екінші тамаш шек. Бұл 2-ден 3
2'den 3. Limit en шексіздікке ұмтылғанда, ана 2-ге енға бөліп жіберетін болсақ, 1 плюс 1 бөлінген n, 1 бөлінген n. Значит, n көбейту 1 бөлінген n дәрежесін келтіреміз, көбейту 2-ден 1. Бұдан мынауымыз білеміз, ол e-ге тең. 2-ден 3, e-нің лимит en шексіздікке ұмтылғанда 1 бөлінген 2-нің n дәрежесі. Мынау сан бөлінген шексіздік 0, 2-ден 3-тің e-нің 0 дәрежесі. Бұл дегеніміз 2-ден 3. Біз тапқанымыз мынау жинақталу радиусы. Сол кезде бізде бұл тең 2-ден 3, бізде мынандай аралық шықты. Бізде мынандай аралық шықты. X-іміз, мынау X-іміз жинақталу радиусы. Бізде мынау шешкен кезде модуль X кіші ердан деген. Бұл деген не ол? Жинақталу радиусы. Бұл дегеніміз минус X минус мен ердің арасы. Сол кезде бізде радиус тапты. Енді бізде мынандай аралық табылды. Минус 2-ден 3-тен осы аралықта жинақталама 2-ден 3. Енді бірақ бізге аралықта жинақталады, бірақ шеткі нүктелерін тексеруіміз керек. Шеткі нүктелерін тексеруіміз керек. Сол кезде енді тексерейік. Біз қарайық. X тең минус 2-ден 3 болған кезде не болады? Бізде 2-ден 3 болған кезде. Бізде қатардың, X-тің орнына 2-ден 3-ті қоямыз. Сол кезде қатарымыз n тең 1-ден шексіздікке дейін 2-нің n дәрежесі көбейту X-тің орнына наны қойып отырмыз. Минус 2-ден 3-тің n дәрежесі бөлінген 3-тің n дәрежесі түбірасты n. Бұл тең болады. n тең 1-ден шексіздікке дейін. Наны былай ашуға болады. 2-нің n дәрежесі көбейту минус 1-дің n дәрежесі көбейту 3-тің n дәрежесі, 2-нің n дәрежесі бөлінген 3-тің n дәрежесі түбірасты n. Мынау мен мынау қысқарады, мынау мен мынау қысқарады. Сол кезде біздің қатарымыз n тең 1-ден шексіздікке дейін минус 1-дің n дәрежесі түбірасты n. Бұл дегеніміз Дирихле қатары. Яғни, n-нің дәрежесі неше? Альфа тең 2-ден 1. Ал Дирихле қатары бойынша мынау таңбалар ауыспалы қатар, мынау жинақсыз. Жоқ, бұл жинақсыз. Бірақ ол абсолютті жинақсыз. Бірақ өз жинақты болуы мүмкін ғой. Сондықтан да бұл жерде давайте зерттейік. Бұны зерттейік, өшіріп алайық. Керек жоқ нәрсе. Енді қараңдар, бізден мынандай ситуация шықты. Бізден қатарды зерттеп жатырмыз. Қатарды зерттеп жатырмыз. Бізде жинақталу радиусын таптық. Ол бізде, қоршап қойып оны. Ол бізде мынау болды, жинақталу радиусы. Мынау болды. Одан кейін біз енді жинақталу радиусын қарап жатырмыз шеткі нүктелерін. Біз x тең минус 3-тен 2-ні қарадық, минус 3-тен 2-де. Бізде мынандай қатар шықты. n тең 1-ден шексіздікке дейін минус 1-дің n дәрежесі 1 бөлінген n-нің 2-ден 1 дәрежесі. Бұл абсолютті жинақты емес, бірақ өз жинақты болуы мүмкін ғой. Біз таңбалы ауыспалы қатарды Лейбниц бойынша жинаймыз. Бірінші жинақтылығын зерттейміз. Бірінші кеммелі болу керек. Сол кезде ол дегеніміз U1 кіші U2 кіші U3 осындай шарт орындалу керек. Көрейік. Бізде мынау түбірасты n ғой. 1-ді қойсақ 1 болады. Одан кейін 2-ні қойсақ түбірасты 2 бұл орындалады. Одан кейін түбірасты 3 орындалып тұр. Өйткені мынау кіші. Екінші шарты Лейбниц бойынша. Ол бізде лимит n шексіздікке ұмтылғанда un тең 0 болу керек. Бізде ол орындалып тұр. Яғни лимит n шексіздікке ұмтылғанда
бір бөлінген түбір асты n ол нөлге тең. Значит, мына шеті кіреді екен бізде. Минус 3-тен 2 кіреді тұр. То есть минус 2-ден 3-те жинақты. Енді біз зерттейміз. Бізде на нүктеде зерттейміз. X тең болады 2-ден 3-те не болады? 2-ден 3-те тура осы қатар шығады. Мынандай қысқарып кетеді. Оны қойып көруге болады. N тең 1-ден шексіздікке дейін. X-тің орнына 2-ден 3-ті қоямыз. 2-нің n дәрежесі көбейту 2 бөлінген 3-тің n дәрежесі 3-тің n дәрежесі түбір асты n. Осыны қоямыз. Не шығады? N тең 1-ден шексіздікке дейін. Мынау дегеніміз 2-нің n дәрежесі көбейтілген 3-тің n дәрежесі 2-нің n дәрежесі бөлінген 3-тің n дәрежесі түбір асты n. Мынаумен мынау қысқарады, мынаумен мынау қысқарады. Бізде мынандай қатар шықты. n тең 1-ден шексіздікке дейін 1 бөлінген n-нің 2-ден 1 дәрежесі. Бұл Дирихле қатары. Альфа кіші 2-ден 1-ден. Онда қатар мынау жинақсыз. Значит, мынау кірмейді. Сол кезде бізде мына қатардың жинақталу облысы бізде былай болады. Минус 2-ден 3-тен 2-ден 3-ке дейін. То есть, мына осы аралықтың ішіндегі любой санды қойсаң, қатар жинақты болады x-тің орнына. Мына шеткі нүктесі кіреді, мына жақта кірмейді. Давайте тағы бір мысал қарайық. Мына мысалды қарайық. n тең 1-ден шексіздікке дейін минус 1-дің n дәрежесі x минус 2-нің n дәрежесі 2-нің n дәрежесі n плюс 1. Бұл дегеніміз бұл мынандай қатар. Жаңағы x0 0 болды ғой, мынандай қатар. n тең 1-ден шексіздікке дейін n x минус x0 бөлінген n деген түріндегі қатар. Сондықтан да бұның жинақталу радиусы былай болады. x минус x0 кіші er деген. Бізге er керек осы ерді. Сол кезде ерді тауып аламыз. Er дегеніміз білеміз. Ол далан бері белгісіне керісінше лимит n шексіздікке ұмтылғанда n бөлінген n плюс 1. Енді бұл тауымыз лимит n шексіздікке ұмтылғанда n деген не ол? Мына жерден n тауып алайық. N дегеніміз, мынаны жазбаймыз. Бұл n деген 1 бөлінген коэффициенті ғой, n плюс 1. Ал n плюс 1, ол дегеніміз 1, 2-нің n плюс 1 дәрежесі плюс n плюс 2. Енді қоямыз. n бөлінген n плюс 1, 1 бөлінген 2-нің n дәрежесі n плюс 1. Мынау көбейтуге ауысады, керісінше 2-нің n плюс 1 бөлінген n плюс 2 бөлінген 1. Енді мына жерде 2n мен біреу қысқарып кетеді, үстінде 2 қалады. Лимит n шексіздікке ұмтылғанда, мына жерде біз 2n плюс 1 дегенді былай жаза аламыз ғой, 2-нің n дәрежесі көбейтілген 2. Сол кезде мына үстінде 2-ні алдына шығарып жіберейік. Общий түбір алайық. Түбір n плюс 2 бөлінген n плюс 1. Бұл тамаша шек бойынша. Бұнау тамаша шек бойынша жазып түсіндірейін. Лимит n шексіздікке ұмтылғанда, n плюс 1 деп алуға болады. 1 плюс 1 бөлінген n плюс 1 болады. Ортақ бөлімге келтірсең n плюс 1, n плюс 2. Бұл 2-ден 1 бөлінген n плюс 1 көбейтілген n плюс 1 бөлінген 1 көбейтілген 2-ден 1 деп алуға болады. Бұдан тең 2. Мынау e-ні береді. Бұл e-ні. Лимит n шексіздікке ұмтылғанда бізде былай болып тұр. n плюс 1 бөлінген n плюс 1 бөлінген, мына жерде n плюс 1 бердік. Мына жерде керісінше жазып қойдық. Неге былай шықпай қалды? n плюс 1 керісінше 1 бөлінген n плюс 1. Сол кезде мына жерде 1 бөлінген 2n плюс 1. Неге шықпай жатыр деп қоямыз. Керісінше алып қойған екенбіз дәрежесі. Сол кезде бұл 2 көбейтілген n-нің 0 дәрежесі, бұл 2. Сол кезде бізде жинақталу радиусы 2-ге тең болды. Сол кезде бізде x
x0-ның орнында 2, x минус 2 кіші 2-ден. Бұл деген не? Теңсіздік ашылады. Модульдің несі бойынша, анықтамасы бойынша x минус 2 кіші 2. Бұда минус 2-ні екі жаққа плюс қып жүреміз. 0, x4. Сол кезде бізде жинақталу радиусы, пока жинақталу облысы 4 тұр. Бірақ мына екі шеткі нүктені тексеру керек. Енді x тең 0 дегенде тексереміз. X тең 0. X тең 0 дегенде x-тің орнына 0-ді қоямыз. Сол кезде бізде қатарымыз шығады. Таңбалар ауыспалы қатар. Лимит n шексіздікке минус 1-дің n дәрежесі, минус 2-нің n дәрежесі, 2-нің n дәрежесі n плюс 1. То есть, x-тің орнына 0-ді қойдыңдар. Сол кезде бұны былай жазуға болады. n тең 1-ден шексіздікке дейін минус 1-дің n дәрежесі, минус 1-дің n дәрежесі көбейтілген 2-нің n дәрежесі, 2-нің n дәрежесі n плюс 1. Бұдан 2-нің n дәрежесі кетеді. Енді қарайық, минус 1-дің n дәрежесі, минус 1-дің n дәрежесі ол 2n болып кетеді. 2n деген ол плюс болады, сондықтан дәреже кетіп қалады. n тең 1-ден шексіздікке дейін 1 бөлінген n плюс 1-дің 2-ден 1 дәрежесі. Бұл Дирихле қатары альфа 2-ден 1-ге, значит, жинақсыз. Значит, жинақсыз, 0 кірмейді деген сөз. Енді x тең 4 жағдайын қарастырамыз. 4 қоятын болсақ, n тең 1-ден шексіздікке дейін минус 1-дің n дәрежесі, 4 қоямыз. 4, 2-нің n дәрежесі шығады, 2-нің n дәрежесі. 2-нің n дәрежесі n плюс 1. Бұдан 2-нің n дәрежесі шығады. n тең 1-ден шексіздікке дейін, бұл дегеніміз минус 1-дің n дәрежесі 1 бөлінген түбірасты n плюс 1. Бұл таңбалар ауыспалы қатар, бұны Лейбниц бойынша тексереміз. Лейбниц бойынша бірінші шарты орындала ма? 1-ді қоятын болсақ, 1 бөлінген түбірасты 2. 2-ні қоятын болсақ, 1 бөлінген түбірасты 3, орындалып тұр, осылай кете береді. Екінші шарты лимит, n шексіздікке ұмтылғанда, 1 бөлінген түбірасты n плюс 1, ол 0-ге тең, яғни шексіздік қоятын болсақ. Значит, бойынша жинақты, жинақты. Значит, кіріп тұр, минус 4. Сол кезде бізде жауабымыз, мынаның, қатардың жинақталу облысы 0 мен 4-тің аралығы болады екен. Яғни 0 кірмейді, нәжде 4 кіреді. Енді тағы бір қатар қарайық. Мынандай қатарды қарайық. Шексіздік n тең 0, x-тің n дәрежесі n факториал. Біз жинақталу радиусын табамыз. R дегеніміз лимит, n шексіздікке ұмтылғанда, n дегеніміз ол 1 бөлінген n факториал, көбейту, бөлу 1 бөлінген n плюс 1 факториал, ол сол кезде n плюс 1 факториал бөлінген 1. Бұдан лимит, n шексіздікке ұмтылғанда, n плюс 1 факториалдан n факториал көбейту n плюс 1 деп аламыз. Бөлінген n факториал. Мен қысқарады. Шексіздік қоятын болсақ, шексіздік. Егер де жинақталу радиусы шексіздік болса, бұның кез келген x-тің кез келген мәнде жинақталады деген сөз. Яғни, дегеніміз, бұның жинақталу радиусы минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Сіздер оны көрулеріңізге болады. Мысалы, қарап, егер любой мәнді беретін болсаңдар, осы аралықта бұл қатар жинақты. Мысалы, бір оң мән берейік, мысалы. 1-ді беретін болсаңдар, сендерден мынандай қатар шығады. n тең 0-ден шексіздікке дейін 1-ді беретін болсаңдар, 1 бөлінген n факториал. x-тің орнына 1-ді беретін болсаңдар. Ол кезде бұның енді даламбермен зерттеп көрейік. Осы таңбалар 10 қатар шығады ғой. Онда бізде n плюс 1 дегеніміз ол 1 бөлінген n плюс 1 факториал. n дегеніміз ол 1 бөлінген n факториал. Сол кезде табасындар лимит, кут табасындар лимит n шексіздікке бөлгенде, n плюс 1-ді n-ге бөлесіңдер даламбер бойынша. n плюс 1 факториал, n факториал көбейту n плюс 1 деп аламыз. Көбейту керісінше ауысып кетеді, n факториал 1, мынау қысқарады. Сол кезде лимит n шексіздікке ұмтылғанда, бізде мынандай қатар шығады. n плюс 1, бұл 0-ге тең. Бұл кіші 1-ден, значит, жинақты.
осылай шығарасыздар. Сол кезде мына қатар ердің кез келген жерінде жинақты екен. Давайте тағы бір есеп қарастырайық. Мына есепті қарайық. N тең 1-ден шексіздікке дейін n бөлінген n плюс 1 n квадрат x-тің n дәрежесі 5-тің n дәрежесі. Бізде жинақтал x мынандай шығады. Жинақталу радиусын табуымыз керек, r-ді. R-ді табу үшін бізге a un плюс 1 керек. Un плюс 1 дегеніміз мынаған un плюс 1 деген бәріне n қойып шығамыз. n плюс 1, әжде n плюс 2 болады. n плюс 1-дің квадраты көбейтілген 1 бөлінген 5n плюс 1. Ал un дегеніміз, ендегі un деген бәрібір. Ол дегеніміз n, мынаның өзі n плюс 1, n квадрат 1 бөлінген 5n. Бізде формула бойынша r тапқанда керісінше un-ды un плюс 1-ге бөлеміз. Лимит n шексізге ұмтылғанда n плюс 1 n квадраты көбейтілген 1 бөлінген 5-тің n дәрежесі көбейту. Мынау керісінше ауысып түседі. 5-тің n дәрежесі көбейтілген 5 деп алуға болады. Көбейту. Мынау бізде астынан келеді ғой. Оны астын ауыстыра салуға болады. n плюс 1 көбейтілген n плюс 1-дің квадраты. Бізде 5n мен 5n шығады. 5-ті алдына шығарып жерге болады. 5-ті алып. Енді мынаның дәрежесін келтіру керек. Лимит n шексіздікке ұмтылғанда мынау деген n плюс 1-дің n квадрат дәрежесі. Или мынаны орнына келтіріп минус 1-ге ауыстыра салуға болады. Көбейтілген былай жазуға болады. n плюс 1 бөлінген n плюс 2-нің минус n плюс 1 квадраты деп. Общий дәрежеге келтірейік. 5 лимит n шексіздікке ұмтылғанда n бөлінген n плюс 1. Мына жерде бізде ашатын болсақ n квадрат, мынаны ашамыз. Минус n квадрат минус 2n минус 1. Енді мынаны қысқаша көбейту формуласы. Мынау мен мынау жойылады. 5 лимит тамаша шекке келтірейік. n шексіздікке ұмтылғанда мынаған 1-ді қосамыз, 1-ді аламыз. Сол кезде бізде болады 1 плюс минус 1-дің n плюс 1. Бізге мынандай дәреже керек. n плюс 1 бөлінген минус 1 көбейту минус 1 n плюс 1 минус мынадан жақшаны ауыстыруға болады. 2n плюс 1 бөлінген 1. Мынау e-ні береді. e тең 5 көбейту e-нің мына жерде лимит n шексіздікке ұмтылғанда минус пен плюс болып кетеді. 2n плюс 1 бөлінген n плюс 1. Мынаның коэффициенті 2, мынаныкі 1. Сол кезде бұл шығады 5 e квадрат. e квадрат. Бізде жинақталу радиусы 5 e квадрат болды. Енді қарайық. 5 e квадрат. Енді бізде мынау 5 e квадрат. Модуль x 5 e квадрат дегеніміз 5 e квадратына кіші. Сол кезде бұл дегеніміз минус 5 e квадрат x плюс 5 e квадрат. Енді осы нүктелерді тексереміз. X тең минус 5 e квадрат. То есть қайсы кіреді? Бізде мынандай болып тұр ғой. Минус 5 e квадрат аралығы 5 e квадрат. Енді 5 e квадратты тексерейік. Қоямыз на x-тің орнына. n тең 1-ден шексіздікке дейін. n плюс 1-дің n квадраты. Минус 5 дегенді n дәрежесі минус 1-дің n дәрежесі көбейтілген
5-тің n дәрежесі енің 2 n болады. 2 n дәрежесі бөлінген, мына жерде 5n. 5n мен 5n қысқарады. Бізде шығады. Енің n тең 1-ден шексіздікке дейін n плюс 1 n квадрат енің 2 n дәрежесі. Бұл қатарды сіздер немен зерттейсіңдер? Далан бермен зерттеп көрейік. Мына жерді өшірейік. Далан бермен шығарайық. Сол кезде бізде таңбалар 10 қатар шықты. Лимит n шексіздікке ұмтылғанда n плюс 1, мына жерде n плюс 1-ді береміз. n плюс 1-ді беретін болсаңдар, n плюс 1 бөлінген n плюс 2, n плюс 1-дің квадраты көбейтілген 2-нің n плюс 2 дәрежесі көбейту керісінше ауысып түседі. 1 бөлінген 2-нің n дәрежесі. Мына жерде бұлай болады. n плюс 1-дің минус n квадрат дәрежесі. Сол кезде мына жерде 2n мен n-ің квадратын алдына шығарып жүреміз. 2 квадрат шығады. Мына жерде 2n мен 2n кетеді. 2 квадрат көбейтіліп тұрады ғой. Мынау дегеніміз лимит n шексіздікке ұмтылғанда бізде n плюс 1 көбейтілген n плюс 2 көбейтілген n плюс 1-дің n квадрат общий дәрежеге шығарып жібереміз. Мына жерде негіздері бірдей қылдырамыз. Егер шешетін болсаңыздар, мынау кіші 1-ден болады. Мынау ұзақ болайын деп тұр. Сондықтан да